Саламатсыздарбы оқушылар? Бүгін біз химиялық құбылыстардың белгілерін зерттеу тақырыбында зертханалық жұмыс жүргіземіз. Сіздермен бірге химиялық реакцияларды бақылап, қандай белгілері арқылы оларды ажыратуға болатынын анықтаймыз. Сабақ барысында физика және биология пәндеріне де байланыс орнатамыз. Ал кеттік ендеше химиялық тәжірибелерді бірге бақылайық. Бізге қажетті реактивтер мен құрал-жабдықтар: қант, мыс сульфатының ерітіндісі, натрий гидроксидінің ерітіндісі, ас содасы және сірке қышқылы. Сонымен қатар мына құрал-жабдықтарды пайдаланамыз: спиртжам, конустық колба, шар, өлшеуіш цилиндр, сынауық және тұрғы. Сонымен қатар тамшығыр мен сіріңкені пайдаланамыз. Ал енді оқушылар тәжірибеге көшсек, біз қанттың жануы арқылы химиялық құбылыстың белгілерін зерттейміз. Тәжірибені тек ересектердің көмегімен жақсы желдетілетін орында немесе зертханада жасау керек. Қасыққа аз ғана қант салып, оны отқа жақындатамыз. Қант еріп, біртіндеп карамельге айналды. Содан соң қою қара түске өзгерді. Жану процесі басталады. Кейін түтін мен иісте бөлінді. Жану кезінде жарық пен жылу бөлінеді. Бұл энергияның бір түрден екінші бір түрге түрленуі. Қанттың молекуласында химиялық энергия бар. Жанған кезде бұл энергия жарық пен жылуға айналды. Яғни химиялық энергия жылу энергиясы, жарық энергиясы. Бұл құбылыс энергияның сақталу заңымен тікелей байланысты. Энергия жоқтан пайда болмайды және жоғалып кетпейді. Тек бір түрден екінші бір түрге ауысады. Бұл негізінен физиканың негізгі заңдарының бірі болып саналады. Биологияда адам және жануар ағзасында тағам қорыту кезінде глюкозаның тотығуы жүреді. Бұл процесс тыныс алу реакциясы деп аталады. Бұл реакция қанттың жануына ұқсас, бірақ ағзада баяу жүреді. Ферменттердің қатысуымен реттеледі. Химиялық құбылыстың белгісі тұнбаның түзілуін бақылаймыз. Ол үшін бізге мыс сульфатының ерітіндісі қажет, натрий гидроксидінің ерітіндісі қажет, өлшеуіш цилиндр және қиюы, сынауыққа арналған тұрғыны пайдаланамыз. Және қауіпсіздік техникасының ережесі: сүлгімен жұмыс істегенде резеңке қолғапты пайдаланамыз. Себебі ол күйдіргіш қасиеті бар. Өлшеуіш цилиндрге мыс сульфатының 10 мл ерітіндісін құямыз. Он миллилитр ерітіндісін құйдық. Натрий гидроксидінің 10 миллилитрін құямыз. Натрий гидроксидінің ерітіндісін аламыз. Натрий гидроксиді сілті, күйдіргіш қасиеті бар, сондықтан қауіпсіздік техникасының ережесін сақтаймыз. Екі ерітіндіні араластырамыз. Сонда бізде көк түсті тұнба түзілді. Бұл құбылыс бауырда жүретін кейбір процестерге де ұқсайды. Биологияда бауырда ферменттердің әсерінен кейбір заттар ыдырап, тұнба түзетін заттар пайда болады. Мысалы, ағзадағы кейбір металдар артық мөлшерде жиналса, олар тұнба ретінде жиналып қалуы мүмкін. Бұл аурудың себебі болуы да ықтимал. Сондықтан тұнба түзілу реакциялары тек химиялық емес, тірі ағзаларда да маңызды рөл атқарады. Ал балалар, әрі қарай біз ас содасы мен сірке қышқылының әрекеттесуін бақылай отырып, химиялық құбылыстың белгілерін анықтаймыз. Қажетті құрал-жабдықтар: ас содасы, конустық колба, сірке қышқылы, шар және қасықша. Өлшеуіш цилиндрге 25 мл сірке қышқылын құйып алып, оны конустық колбаға құямыз. Алдын ала шарға толтырылған 5 қасық ас содасын конустық колбаға бекітеміз. Назар аударыңыз: сұйықтықпен жанасқан сәтте ақ көпіршіктер пайда болып, газ бөлініп жатқанын байқаймыз. Бұл реакция жүргенінің айқын белгісі. Газ көпіршіктеп шығып жатыр. Бұл көмір қышқыл газы.
Химияда газдың бөлінуі реакция белгісі болса, технологияда бұл процесс аспаздық тәжірибеде қолданылады. Мысалы, қамыр илеу кезінде ұнға ашытқы қосылады. Ол құрамында тірі организм бар биологиялық өнім. Ашытқы қантты ыдыратып, көмірқышқыл газы мен спирт түзеді. Газ көпіршіктері қамырдың ішінде қалып, оны көтереді. Бұл биохимиялық реакция, яғни тірі ағзалардың көмегімен жүретін химиялық процесс. Қамырдың көтерілуі химиялық құбылыстың, яғни газдың бөлінуі тұрмыстық өмірдегі көрініс. Сіздерге зертханалық тәжірибе бойынша Google Forms форматында дайындалған тапсырмаларды орындаңыздар. Не байқадыңыздар, нәтижелерін түсіріңіздер.